Ал иман келтіріп, игі істер істегендерге келсек, олардың қонақжайы Фирдаус атты жанат бақшалары болады. Ассаламу алейкум, құрметті халайық. Муфтиятқа қарасты Сарыағаш медресесінің Жаннатул Фирдауси қоры балық берме, қармақ бер аясында қолынан іс келетін бір жас балаға мініске қолайлы бір ата берген болатынбыз. Ат қалай? Жұмысқа шығайын деп отырсың ба? Қаншада жұмысқа шығасың? 5-терде болсын. Сосын 11-де қайтамыз. Күніге солай қайталанады ма? Момын ғой мамат, үйретілген, теппей, кез келген адам міне береді. Кішкентай баладан 60-тағы ақсақалға шейін. Күнделік қанша қаражат табасың? Сол табастырсын дегендер. Нормальный жайдан адам көп болады сол күндер. 15 мың, сондай. Қалған күндер. Жай күндер. 10 мың, кәді. 8-10. Алды мақсаттар. Осындай аттарды көбейтіп. Түскен қаражат не істейсің? Жұрттарға жәрдем беріп. Садақа беріп тұрасың ғой? Күніне қанша садақа бересің? 500 теңге, 1000 теңге. Сондай ғой. Күніне бересің ғой? Күніне кетті, кейінді. Бір бөлігін садақа беріп отырасың. Садақа не себеп бересің? Сауап үшін ғой сол. Екінші өмірге дайындық. Ақырет үшін, Ақырет. Елдің қызметінде болу ғой мақсат. Алла сол ниетіңе жеткізсін. Қорға не айтасың? Жаннат Фирдауси қорына. Рахмет айтамыз. Табыс көзін көрсеткендеріне. Аш адамға балық көрмей, қармақ бер дейді ғой. Рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Біздіңге бастап берді. Оны алып кетудің өзі оңай нәрсе емес. Осы істі ары қарай домалатып алып кетіп, дөңгелетіп атқан саған да Алла разы болсын. Рахмет. Ниетіңе Алла жеткізсін. Бағана айтып жатсың ғой, көбейтсем, қаражат көбейтсем, көбірек садақа берсем, отбасыма жәрдем берсем деп. Құдай қаласа, анаңды да қажылыққа апаратын ниетім бар, Алла соған жеткізсін. Үйде қаншасыңдар? 11 екен. Үлкен өсіп өнген отбасы. Қанша қарындасыңдар? 3 қарындасы бар екен. Құдай қаласа, сол қарындастардың қажетіне жарар.